Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен әдемі шрифт жазуды меңгеретін боламыз. Яғни көп жағдайда біз презентация жасаған кезде немесе бейне жазбалар дайындаған кезде қазақша шрифтларды әдемі шрифтлар қабылдамай жатады. Сондықтан біз сондай бір қиындықтарға тап боламыз. Енді бұл қиындықтардың шешімі табылды десе де болады. Қазір сіздер онлайн іздеу жолағына онлайн надпись деп жазасыздар. Содан кейін сіздерде мынадай платформалар ашылады. Сіздер мінекей алдарыңызда тұрған онлайн letter.ru дегенді басасыздар. Сонда мына сіздерге онлайн жасауға болатын сайт ашылады десем де болады. Мына жерде жазудың әртүрлі түрлері бар, бірнеше категорияға бөлінген. Сіздер өздеріңіздің қажеттіліктеріңізге қарай оны таңдай аласыздар. Ендеше ең бірінші біз мына жолаққа өзіміздің қажетті болатын сөзді, сөз тіркесін немесе сөйлемді жаза аламыз. Менде мына жерде дайын күйіндегі бірнеше сөз тіркесті өзім алдында жасап көрген. Бұны сіздер өшіріп тастап, басқасын жазып, жұмыс жасай бересіздер. Оның ешқандай да кедергісі болмайды. Тек қана сіздердің алдындағы жазған дүниелеріңіз кейін сақтаулы тұрады. Енді осы болашақтағы мамандық деген тіркесті алып, дальяны басамыз. Дальяны басқан кезде мені көріп тұрсыздар, әртүрлі шрифтіда ол надпись сізде дайын болды. Әрине кейбір әріптерді, кейбір шрифтті қабылдамайды, әсіресе қазақ қарпін қабылдамайды көріп тұрсыздар. Сіз енді қарап отырып, қай жерде әдемі шықты, сол жазуды өзіңіз таңдап аласыз. Мінекей мына жерге одан кейін нүктені қоясыздар. Сол нүкте қойылған жерде далее деген шығады. Далияны басқаннан кейін бізде осы жазылған надпистің түрі шығады. Түсін айқындауға болады. Мына шеңберді жағалай түртіп шықсаңыздар, қажетті түсті таңдай аласыздар. Немесе төмендегі шаршылардағы түстерді де таңдауға болады. Мен қызыл түсті таңдап көрейін. Одан кейін төменде обводка деген бар. Егер де оған құс белгісін қоятын болсақ, бізде жан жағы қарамен, сәл қара жолақпен боялады. Одан кейін мен оғыл жерге басқан жоқпын. Одан кейін шрифтіні таңдаймыз. Яғни мен көп жағдайда 52 мен 56 аралығында таңдаймын. Солай таңдаған тиімді. Создать надписті басамыз. Міне сіздердің надпистеріңіз дайын болды. Енді қандай форматта сақтау керек? PNG немесе JPEG форматынан сақтауға болады. Біріншісі әрине PNG ол өте тиімді, өйткені бұның артында фоны болмайды. Мінекей шықты. Сіздер оны өзіңізге копировать етіп, көшіріп алып, қажетті документқа, ол Word документ болуы мүмкін, немесе PowerPoint документі болуы мүмкін, сол жерге апарып қоя аласыздар. Мұны вставка арқылы қоссаңыздар, сіздердің жазуларыңыз топ етіп түсе қалады. Бұл әртүрлі ашық сабақтарға дайындалғанда, оқушыларға дидактикалық құралдар әзірлегенде өте тиімді әрі әдемі шығады. Енді тағы да бір жазуды жасап көрейік сіздермен. Мына жерде декоративный дегенге барып көрсе, осы жерден жазып көрейік. Мені назарларыңызға рахмет деген сөзді жазайық. Қараңыздар. Бұған да өте көп, шексіз енді өте көп әртүрлі шрифтіда жазып дайын күйінде келді. Сіз тек қана өзіңізге қажеттісін алып, қажетті құжатыңызға қоя саласыздар. Есесіне сіз өте әдемі
жазу болады, және де оқушыларыңыз бұндай жазуларды жақсы қабылдайды. Бір жағынан эстетикалық тұрғыдан әдемі болады. Портфолиоларыңызда әсемдесеңіздер де, презентацияларыңызда әсемдесеңіз де өте ыңғайлы платформа болып табылады. Енді мен қазір біреуін таңдап көрейін. Мына жерде мен сіздерге көрсетіп жатырмын қандай жазулары бар екендігін. Қазір біреуін таңдап, оның да түсін жасап көреміз. Және енді мына жерде мына біреу ирек түрінде жасалған ұнады, оқушыларға сәйкес келетін сияқты. Мына жерде енді мен көк түсті таңдап көрейін. Және де міне обводка қалай шығатынын сіздерге көрсетейін. 52 шрифті, 54 таңдадым. Енді PNG форматта ашылады. Тағы да көшіріп, өзіміздің құжатымызға әкеліп қоямыз. Мінекей, жаңағында обводка жасағаннан кейін көріп тұрсыздар, жан-жағы кішкене қара түске боялды. Көрдіңіздер ме? Оның ұшынан тарту арқылы сіздер оны үлкейтіп немесе кішірейте аласыздар. Енді қараңыздар. Бұл негізі меніңше үлкен болғанды жақсы. Егер тым кішкентай болатын болса, оның пикселі аз болып қалады. Ал егер мынандай сыймай жатқан болса, онда сіз осыны тағы да бір көшірмесін жасап, төменгі жаққа қойып қойыңыздар. Одан кейін бірінші жазуды кесіп тастауға болады. Рахметті кесіп тастайсыздар. Мүмкін осылай. Және екінші көшірмесінен назарларыңызға дегенді кесіп тастайсыздар. Сонда міне сіздерде екі сөз бөлініп қалды. Міне осылай қайтадан үлкейтіп, сіз оны презентацияңызға немесе бортыңызға қоя аласыз. Жалпы осы, одан кейін бұны біз сақтап қоя аламыз. Сурет ретінде сохранить қаққа баратын болсақ, бізде қай жерге сақтау сұралады. Жұмыс үстеліне сақтаймын. Және де надпись 1 деп жазып қоямын. Осы жерде бізде ол сурет күйінде, міне көрдіңіздер ме, жүктеліп жатыр сурет күйінде. Сіздер оны сурет күйінде аша аласыздар. Жалпы осы, кейін оны сіздер кез келген жерге қолдана аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Міндетті түрде каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар.